Қайырлы күн достар, тәніне саулық іздеген жандар. Мен жалпы тәжірибелік дәрігер Фариза Жанғалиқызы сіздерге бүгін өт қабындағы өтті шығару жолдары туралы курсын айтамын. Ол курста өтті шығаруға кімдерге болады? Ол курсты жүргізуге, емді жүргізуге кімдерге болады? Қанша уақыт жүргізу керек? Қай дәріні қай уақытта ішу керек екенін мен сіздерге осы видеода айтатын боламын. Егер қызық болатын болса, видеоны соңына дейін көріңіздер. Біздің мақсатымыз не? Сіздің және менің мақсатым өт қабындағы өттің сұйық күйде шығып отыруы және олардың қоймалжыңданып қалмауы, яғни қоймалжыңданып, жиналып, кристалданып, құмға айналып, құмнан ұсақ тастарға айналып және үлкен тастарға айналмай өт қабын алып тастамаудың жолдарын, өт қабын алып тастамауға барынша атсалысу болып келеді. Бұл курс кімдерге керек? Кімдер бұны ішсе болады деген сіздерде сұрақ болады. Ол курсты өтінде тасы бар адамдардан басқасын бәріне ішуге болады. Өтінде тасы бар адамдарға бұл курсты қолдануға болмайды. Оларға тек қолдаушы терапия ғана жүргізіледі. Енді бұл терапияны қай уақытта жүргізу керек деген сіздерде сұрақ туады. Бірінші, ол көктемнің бастапқы айларында, март-апрельде, ал күздің соңғы айларында, қазан-қараша айларында жүргізу керек. Сіздерде тағы да сұрақ болуы мүмкін. Бұл курсты қанша уақыт жүргізу керек деген. Бұл курсты 10-14 күн жүргізу керек. Бірақ бұл да нақты қатып қалған қағида емес. Егер де біз қандай көрсеткішке қараймыз? Үлкен дәретіңізге, шоколадты түрде болатын болса түсі, және де сосиска тәрізді болатын болса, іштен шыққан желдің иісі және де дауысы болмайтын болса, сол дәрежеге жетсеңіз, сіз бұл курсты тоқтата берсеңіз болады. Ол курс не 7 күн болуы мүмкін, немесе 14 күннен де көп болуы мүмкін. Оны сіз өзіңіздің, әрбір адам өзінің жеке ерекшелігіне байланысты болып келеді. Сол себепті оны нақты қанша күн ішетінін тек өзіңіз ғана шешесіз. Келесі, бұл курста енді қай дәрілерді ішу керек деген сұрақ туады. Мені мына грушаны не себепті алып алды деген ойларыңыз туған шығар. Бұл груша адамның өт қабы осы груша тәрізді болып келеді. Сіздерге көрген нәрсе адамның есінде жақсы қалады. Сол естеріңізде жақсы қалсын деп осы грушаны алып сіздерге көрсетіп жатырмын. Бұл курстың терапиясында біз 3 дәріні ішеміз. 3 дәрі. Яғни спазмолитик, мысалы адистон, өтті айдайтын хафитол, үшінші өтті сұйылтатын дәрі. Оған орсасанда алсаңыздар болады. Енді спазмолитик қандай қызмет атқарады? Өт түтігіне, өттің шығатын жерінде сфинктер болады. Өт қабының сфинктері. Сол сфинктерді саңылауын ашу үшін сіз спазмолитикті қолданасыз. Ал өтті айдайтын, өттің шығуына, осы өт қабының жиырылуына әсер ететін өт айдайтын препараттарды, яғни хафитолды ішсеңіз болады. Аллахол, хафитол дәрілерін ішсеңіздер болады. Соның нәтижесінде өт қабынан сыртқа қарай шығады. Енді қай кезде өтіміз жақсы шығады? Егер де біз өзіміз айттық, өт ертінді, су секілді ертінді. Сол дәрежеге жеткен кезде өт жақсы шығады. Егер де сіз 2 дәрінің біреуін ішпейтін болсаңыз, мысалы спазмолитикті ішпейтін болсаңыз, сұйық болғанмен, өтті айдағанмен ол шықпауы мүмкін. Екінші, сіз спазмолитикті ішесіз және де ішінде су секілді ертінді болып тұрып, егер айдамайтын болсаңыз, өтіңіз тағы да шықпауы мүмкін. Сол себепті сіз ойлайсыз, мен адистонды ішіп жатырмын, орсасанды ішіп жатырмын, неге менде өт әлі де қоймалжың, неге менде өт шықпай жатыр деген сұрақтар болуы мүмкін. Сол себепті
бір дәріні қалдырмай 3 дәріні де қоса ішу керек. Енді сіздерде мынандай сұрақ болуы мүмкін. Бұл дәрілерді қай уақытта ішу керек деген. Ол дәріні бірінші адистонда бір таблетка таңертең таңға асқа дейін 15 минут қалғанда ішесіз. Сонымен қатар адистонмен либо хафитол, аллахол, өзіңіз таңдайсыз. Өт айдайтын дәрілерді түсте тағы да түскі тамақтан 15 минут алдын қалғанда тағы да аллахол, адистон екеуін қосып ішесіз. Бұл екі дәріні кешкі 6-ға дейін ішу керек. Себебі біздің өт қабымыз 6-дан кейін жұмыс істемейді. Егерде өт айдайтын дәрілерді ішетін болсаңыз, онда сіз қайтадан өт қабын жұмыс істеуге, яғни ол айдап, қайтадан бауырдан өттің көп жиналуына әсер етсе, өт қабы істемегеннен кейін ол өттің айдауы қиын болады. Сол себепті сіз одан сайын толуына алып келесіз. Ал Урсасанға келетін болсақ, Урсасанда сіздер ұйықтардан алдын ішіп, содан кейін ұйқыға кету керексіздер. Сіз 10-да жатсаңыз 10-да ішесіз, 12-де жатсаңыз 12-де ішесіз. Енді Урсасанға келетін болсақ, ол Урсасанды адамның салмағына қарай қолданасыз. 60 килограммға дейін 2 капсула, 60 килограммның 90 килограммға дейін 3 капсула ішесіз. Ал салмағыңыз 90 килограммнан жоғары болатын болса, 4 капсула ішесіз. Сонда да бұл жерде қатып қалған қағида жоқ. Егерде сіз салмағыңыз 60 килограммға дейін болатын болса, бірақ сіздің туысқандарыңызда осы өт ауруы тұқымқуалаушылығы болатын болса, онда сіз 3 капсула ішесіз. Бірақ бұның бәрі индивидуально, жағдайыңызға қарай ішесіз. Мысалы, енді біз өттің жүргені неге қараймыз? Егерде сіздің өтіңіз жүрсе, өт қабындағы өтіңіз шықса, егерде запор болатын болса, ішіңіз жүреді. Ішіңіз сұйық жүретін болса, ол кашаобразды болу керек. Жел шықса, желдің иісі және дауысы болмау керек. Үшінші, және де нәжістің түсі қою шоколадты болу керек. Одан ақшыл немесе ол қара түсті болмау керек. Соған қарайсыз. Егерде ішіңіз өтіп кетіп жатса қатты, онда сіз түнде Урсасандай 2 капсула ішетін болсаңыз, оны 1 капсулаға түсіресіз. Ал егерде ішіңіз қатып тұрса, онда Урсасанды, түнде ішетін Урсасанды 2 капсула ішетін болсаңыз, 1 капсулаға көбейтесіз. Солай сіз өзіңіз регулировка жасау керексіз. Енді бұл курсты, егерде менің өтім жоқ дейтін болсаңыз, бұл курсты сізге ішу керек. Себебі сіз енді 3 дәріні де ішу керек. Себебі спазмолитик сізде, яғни менде өт қабы жоқ қой деген ой болуы мүмкін, бірақ 12 шеке ашылатын жерде тағы да сфинктер болады. Сол сфинктерді ашуға сіз көмектесесіз. Сол себепті өт қабыңыз болмаса да, сіз осы 3 дәріні ішу керексіз. Сіз 2 қабат болсаңыз да, онкологиялық аурулар болса да, бұл дәріні, бұл терапияны, бұл курсты сізге жүргізу керек. Ал егерде сіздің өтіңізде тасыңыз болатын болса, онда сіз адистонды ішесіз, спазмолитикті, өтті сұйылтатынды ішесіз. Себебі біз егерде холестеринді тастар болатын болса, олардың ерітуіне сіз көмектесесіз, және де өттің жаңадан келген өттерді сіз спазмолитикті ішу арқылы оны сыртқа қарай шығарып отыру керексіз. Бірақ өт айдайтын дәрілерді ішуге болмайды, себебі сіз өттің түтігін бекітіп қалуыңыз мүмкін. Және де осы терапияны жүргізгеннен кейін сіздерде 1 күн, 2 күн оң жақ қабырға астында ауру сезімі болуы мүмкін, бірақ сіздер тоқтатпайсыздар.
3-ші, 4-ші күндерде сізде азаю керек. Егер де азаймайтын болса, ауру сезімі күшейетін болса, онда сіз бұл курсты тоқтатасыз. Ал егер де азайып тоқтатын болса, ауру сезімі, онда сіз осы курс, дәл осы дәрілер сізге осы дозада жақсы жүреді деген сөз. Тұрақты сіз жылына 2 рет осы дәрілерді ішіп, өт қабын тазартып тұру керексіз өттен. Енді бағаны бауыр оң жақ қабырғасындағы ауру сезімі сізде күшейді дедік, онда сіздің өт қабыңызда тастар бар деген сөз. Сол себепті сіз УЗИде көрінбегенімен бұл тастар рентген позитивті тастар болуы мүмкін. Яғни УЗИде көрінбейді, сіз МРТ жасап, венозды контрастирование жасап, МРТ жасау керексіз. Сол кезде сізде тастар көрінеді. Ал бұл ақпараттың бәрі сіздерге жалпы білім ретінде беріліп тұр. Жеке өзіңіз дәрігердің қаралуынсыз бұл курсты жасауға болмайды. Сіздер осындай курс бар екенін, осындай дәрілермен қолданылатын және де қандай белгілер болатын білсін деп айтып отырмын. Бірақ сіз сонда да дәрігердің бақылауында жылына 2 рет өт тазалау курсын өту керексіздер. Егер видео ұнаған болса, подписаться батырмасын басып, нравится басып, комментарий жаза кетіңіз. Және де егер де сізді мазалап жүрген қандай тақырыптар болатын болса, оны да жаза кетіңіз. Соған ішіндегі ең көп тақырыпты мен алып, тақырыпқа байланысты видео түсіретін боламын. Мен сіздермен қоштаспаймын. Келесі видеода